Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар. Және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Бұл неткен бітпейтін жас. Екі көзден сорғалайды да тұрады. Буылдыр күйде, бода болып, екеуі екі бұрышта, күн ұзақ тас мүсіндей қатып отырғаны. Жалғыз ұлдан айрылғалы, жаралы жүректер, у ішкендей, қаралы жүректегі ем табылар емес. Күнді бақанмен itергендей күй кешуде, ғұмырдың қызылды жасылды балшырын күндерін өрт шалғандай, күн тұсау болып көтерілгенше тырп етпей жатып алады. Қос мұңлық тұрғанда не бітіреді, не күтіп тұр? Күлән Нұрбегі жақсы көрген тор көзді көк көйлекті қолынан тастамайды. Отыра қалып, искейді келіп, содан қорқынышты бір күнмен ыңырси жылауға көшеді. Әлі жоқ, әлдені уақытта барып, қалжыраған ана күңірене күрсініп барып тынши қалады. Жатқанда да Нұрбегінің сол көйлегінен айрылмайды, бауырына басып жатқаны. Құлыным-ай, деп құмыға жылап жатқаны. Бір уыс болып, сорлау, қайдан қан жұтып, сіңіріңе ілініп қалдың, деді өзі де қалжырап отырған Зекен аянышпен. Өлген адам қайтып тіріліп келмейді, өзіңді ая, мені де аясаңшы. Күлән болса тосаң болған адамдай, бедірейіп, бүдірі жоқ жалаңаш қабағы тесіп жіберердей тесірге қатып қалғаны. Емпелектей басып келген Зекен қария үйіне жақындай бере қалт тұра қалды. Үйде жылт еткен жарық жоқ. Бұл сорлы қараңғыда бүрісіп, қамығып жатыр-ау. Қараңғы үйге қабырға сипалай, үрейлене, үркектей кірді. Жанталаса жарық жағып, шүңірейіп кеткен көзімен екі бөлмені сүзіп шықты. Жоқ, құлазыған көңіл ойын сан-саққа алып ұшты. Қайда кетуі мүмкін, Қоңсыға кетуі неғайбыл. Сүйретіліп далаға шықты. О сорлай, соры қалың сорлай. Кенет кемпірдің кешегі оқыс қылығы санасына селк еткізді. Зекен ақсақалдың есіне бір пәле түскен еді. Жылан жұтқандай болып қалшылдап тұрды да, ауыл сыртындағы қорымға сүріне қабына ұша жөнелді. Соқыр сезім жетегімен қаңғалақтап келеді. Кеше кешкілік екеуі екі жерде шоқиып отырған. Тымырсық кешті Күләннің сөзі бөлді. Осы жүн көрпені Нұрбегім жақсы көруші еді, деді уқылей. Баламның тоңып жатқан-ау, ертең апарып үстіне жабайыншы. Әй, не деп кеттің? Ақсақалдың көзі шапыраштанып, өзі шайқалақтай кетті. Ұлдан айырылдық қой. Қара жер, оның көрпесі, жүн көрпенің керегі жоқ енді оған. Не деп отыр мына шал, деді күйінген кейуана. Ғұмырында алғаш рет шал деді, өзі қатты құрметтейтін отағасын. Нұрбегіміз келмеске кетті, бізді тастап, деді өзегін өрт шалған Зекен. Өлген адамға көрпенің не керегі бар? Ақсақалдың иегі дірілдеп, жас баладай кемсеңдеп қоя берді. Өлді деуге қалай ғана аузың барады, деген ана даусы шырқырай шықты. Сен шал, алжиын дедің бе? Екінші рет шал деді бүгінгі күні. Даусы бұл жолы тарғылдана, ызбарлана шықты. Алжысам, алжығанда шығармын, деді тұншыға. Алжымаған нем қалды. Кеше кешкілік осылай деп шалықтап отырған Күлән ақсақал шошына бастаған. Емдетпесе болмас. Жалғыз ұлы Нұрбегінен айрылғалы, екеуінің де естері кіресілі шығасылы еді. Зекен ақсақалдың есіне түсіп шошытқан осы жай. Қалың қорымға қарай екі өкпесін қолына алып, қаңбақтай қаңғалақтап ұша жөнелді. Нұрбегім тоңып жатыр-ау, деп сандырақтап отырды емес пе кеше түнде. Маужыр түн, сүмбіл туған. Зекен қария екі көзінен жас парлап, бір сүрініп, бір тұрып, дедек қағып келеді.
түнере төніп келген қап-қара бұлт тізбегі жаншып өтердей жер бауырлай береді. Дауыл айдап келген, аспанды аласапыран күйге түсіре тулаған қалың бұлт көп ұзамай сабасына түсірді. Өлі тыныштық, тек кеудені аяусыз соққылаған жүрек қана тіршіліктен хабар бергендей. Нұрбектің қырқын жақында ғана берген, тірі дегені болмаса екеуі де есалаң күйде. Сорлау, ұлыңды іздеп жоқтап кеттің-ау. Томпайып жатқан жас қабірге жақындағанда басы айнала бастады. Азалы бір үн жан әлемін астан кестен етті. Қабір екеу сияқты көрінді. Басын шайқап жіберіп, түн түнегін сыпырып үлгерді. Екеу. Екінші төмпешік қайдан пайда болды? Екінші төмпешік Нұрбектің қабірімен тұтасып кеткендей. Екі тізесі дірілдеп, ілгері аттай алар емес. Бір кезде әлгі екінші төмпешік қозғалғандай болды. Қой, елес болар. Қабір қозғалушы ма еді? Мені шалық шалда осымен жындана бастаған шығармын. Зекен ақсақал сылқ ете түсті. Үрей ұрып шықты. Көзін аша алар емес. Көзін ашса, бір жалмауыз тарп бас салып кеудесіне мініп тұншықтыратындай. Жаңа құлағанда топырақ кіріп кетіп аузына. Оны түкіріп тастауға шама жоқ. Өзі білетін әулиелерге сыйынып күбірлеп отыр. Сібірлеп жаңбыр жауа бастады. Қой жаным, Нұрбегімнен артық емес. Жалмауыз болса көріп алдым. Ақырын сол көзін ашты. Қауіпті ештеңе жоқ сияқты. Сәл тынышталып алып екінші көзін ашты. Екі қабір құшақтасқан адамдардай. Кеудесіне қона кететіндей жалмауыз көрінбейді. Тек сығылысып тұрған зираттар ғана үрей шақырады. Зираттарда бір-біріне пана тұтқан, беймәлім бір суық үн езілген еңсеңді жаныштап кететіндей. Осы сәтте көк аспанды мата жыртқандай дар айырып, шарт-шырт найзағай ойнады. Сүт сәулеге малынған қалың қорым. Сол сәтте ғайыптан пайда болған екінші қабір қорбаң етіп қозғалғандай дір етті. Тұла бойы қалшылдай қоя берді. Шошынғаннан тырп ете алар емес. Қорқыныштан көзі үлкен. Қабір қимылдай ма екен? Есеңгіреп есалаң күйде отыр. Ей, тәңірім, не жазым саған осылай жазалайтындай, деп еңіреп жіберді Зекен. Даусы ашына, ышқына шықты. Сол кезде жаңа қорбаң еткен құбыжық қалбаң етіп көтеріліп, бұған алара қарағаны, шүңірейген көзі қандай қорқынышты. Талықсып, мәңгіріп қалған мұны әлгі құбыжық даусы селк еткізді. Неғып отырсың шоқиып, балапаныңды құшақтамайсың ба келіп? Тоңып қалыпты. Құшақтап, жүрегіммен жылыттым. Талып түсе жаздады. Жұмбақ қабір дегені күләні ғой. Жаңбыр құйып тұр. Оны сезер елең қылар емес. Зекеннің тұруға шамасы жоқ. Тізерле еңбектеп Нұрбектің басына келді. Екі қолы дір-дір етеді. Ол дірілдеген қолымен ұлының қабірін сипай берді. Құшақтай құлады. Жас қабір қос қарияның жан мияты. Осы жерден жаралы жандарына жұбаныш іздегендей суық қабірді құшақтап мауқын басқанда екеуі. Мелшие қалған қос мұңлық, жалғаннан жапа шегіп, жапан түзде шырқырап қалған жандар. Өмірден бас кешіп отыр. Жүректі қарыған қайғы шоқ. Меңіреу күйде мелшие қатып қалған. Мойынға құйылған, маңдайдан сорғалаған жаңбыр суы мен көз жасы араласып кермек татиды. Тағдырдың уын ішкен қос мұңлық әлде уақытта Зекен көзі қабір іргесін шала жапқан көрпеге түсті. Нұрбектің көрпесі кеше түндегі әңгіме ойына оралды. Байқұсай, әбден есалаң болып қалдың-ау, жалғыз ұлдан айрылып. Қой, болмас, жынданатын шығармыз.
мына түрімізбен, деп дір-дір етіп шайқалақтай қос қолымен жер тіреп тұрдау бір кезде Зекен. Бүк түсіп, бүрісіп жатқан Күләнға қарады. Сорлау, өліп қаламыз, жүр, деп қолтығынан демей берді. Құдай-ау, қалақтай ғана Күләннің денесі ие берер емес. Зіл қаратас, жүре ғой, тұра ғой, мен сені көтерер қауқарым жоқ, деп көтере құшақтап, жалынғандай кемсеңдеп қоя берді. Сонда ғана Күлән есін жаңа жиғандай бұған тұманды көзбен бір қарады да сүйретіле тұра бастады. Қалқиып тұрды да оң қолымен Нұрбектің қабырын көрсетті. Қалай ғана тастап кетеміз дегені. Құлыным, балапаным, қайтейін енді, мені еңіретіп тастап кеттің, деп дауыс салып, солқылдай жылап, қабір үстіне құлап түсті Күлән. Ұстап қаламын деп шатқалақтап барып бұл да құлады. Екеуінің де тұрғысы жоқ, үсті басы түк жоқ, саз балшық, жаңбыр болса құйып тұр. Есеңгіреп біраз жатты да әуелі ақсақал ес жиды. Жыламашы, қоя ғой, тұршы, тұра ғой, деп сәбиді жұбатқандай елпелектеген қария бойын тіктей бастады. Қос тізе бастырар емес, арны тас ағызған жігіттің төресі ақ еді-ау бір кезде. Мына саңырау қайғы мұны да құмжылық етті. Кеудеде аласұрған дүлей құйын, ыза ма, күйініш пе, өкініш пе, өксік пе, әйтеуір бір ызғарлық қалшылдатып барады. Дариғай, жете алмадым-ау арманыма. Жаңбыр сап тиылған, құсалық қос мұңлық меңіреу түнде мең-зең болып бір-біріне сүйеніп тәлтіректей басып, үйді бетке алды. Әбден титықтап, діңкелері қалған, үсті бастары шылқыған жаңбыр суы, балақтан сорғалаған су етек ішінде шалп-шалп етеді. Көк аспанда жыпырлаған сансыз жұлдыз, аспан түсіп кетпесін деп әдемі жылтылдаған шегелермен қағып тастағандай. Бірде шұғыл іс сапармен Көкшетауға кеткен Зекен бір жеті айналып қалды. Жалдамалы жәпіреген үйде Күлән мен 7 айлық Нұрбегі. Үйге кіріп келгені сол Күләннің қолындағы Нұрбегі сәл көз тоқтата қарап тұрды да екі қолын созады. Зекеннің кеудесіне басқаны сол бүлдіршін әлсіз саусақтармен мойнын құшақтай алғаны. Әлсіз сәби саусақтары ажырар емес, босатпайды. Жүре алмаса да, тілі шықпаса да жүрек шіркін сездіріп тұрды сағынышымен. Нұрбектің 3 шамасындағы кезі еді. Анасы Нұрбегін жанынан артық көрді. Өліп өшіп отыратын, басқа да бала жоқтай, мұның не дейтін абысындары. Менің Нұрбегіме жететін жан жоқ, көресіңдер әлі-ақ, асықпа деп тыйып тастайтын Күлән. Үнемі арқалап жүреді, шаршап қалады деген аянышпен. Түсейінші, өзім жүрейінші, деді бірде Нұрбек. Шаршап қалмайсың ба? Бірақ сен жігіт болдың ғой. Жігіт адам шаршамайды. Тәте, өскенде мен сізді арқалаймын. Далада да, қалада да арқалап жүрем. Ой-бұй, деп сылқ-сылқ күлді анасы Күлән. Екі аяғым салбырап келе жатсам арқаңда. Жұрт жерге аунап күлер. Күлсе күле берсін. Мен бөтен біреуді емес, өз анамда арқалаймын ғой. Арқалағаның, асырағаның сол болсын. Жігіт болғанда бір жақсы келін әкел. Ол кім? Келін деген кім? Ол ма? Ол сенің келіншегің. Келіншек? Нұрбек көзі бақырайып, аузы аңқайып қалды. Керегі жоқ, маған келіншектің. Оны қайтем? Анасы 3 жасар Нұрбектің шырын тілін, аппақ жүрегіне разы кейіппен айналып толғанып отырғаны. Зекеннің кешкілік жұмысынан қайтатын беті. Мұны көрген сәтте есік алдында ойнап жүрген 2 қызы құйындай ұша жөнелді. Елігі 5 жаста. Нәзгүл мектеп қабырғасын биыл аттаған. Нәзгүл қағылез, ерекше сезімтал. Мұны сарғая күтіп жүргендей.
Бірінші сол көрді, ұшып келіп қызын оң қолымен көтеріп алды. Оның ізін ала елігі жетеді. Оны сол қолымен құшақтай көтереді. Бойын тіктеп, екі қызын көтеріп мәз болып келе жатады. Сол сәтте шаңырақтың үлкені, 4-ші сыныптағы Нұрбегі көріп қалып, ойынды тастай салып заулай жөнелді. Арсалаңдап жетіп келіп, аңырап тұрып қалады. Әкесінің екі қолында екі қыз. «Кел, арқама мін» деп еңкие берген Зекен қуанып кетіп, арқасына бірақ қарғыды да мойнынан тас қып құшақтап алды. 3 балапан көтеріп келе жатқанын көрген Күлән есік алдында мәз болып тұратын. Қандай аяулы, бақытты күндер еді сол шақ. Өткен күндердің аяулы шақтар-ай, неткен ыстық еді. Бәрі бүгінгідей көз алдында. Нұрбектің жігіт болған кезі. Нұрбек десе, шығарда жаны басқа анасы елпектеп ұшып жүретін. Бар дәмдісін соның аузына тосады. Анасы екеуі сырлас достардай, жарасымды әзілмен үйдің ішін шуаққа бөлейді. «Балам, қашан келін түсіресің? Көрші қолаңда көріп қалса, ұлың қашан үйленеді» деп маза бермейді. «Тәте, өзбек қызына келсем, қалай қарайсыз?» Өзі ақсия күліп анасына қулана қарайды. «Қой қарағым, ала көйлек киген сол қызбен қалай сөйлесем? Қазақтың қызына не жетсін шіркін? Жүр ғой, сеңдей соғылысып, жігіт қайдасың» деп. «Тәте, қырғыз ше, қырғыз қызы. Немене, жүрегіңді қырғыз қызы мазалап жүрме?» «Жоқ, сізбен ақылдасайын дегенім ғой». Мойнын қисайда тағы да анасына қулана көз тігеді. «Сен қалжыңдағанды қой, келін тек қазақ қызы болсын» деп тұжырым жасайды анасы. Қазақ қыздары керемет көрікті әрі ақылды. Әрине, ара-тұра арам шөп сияқтылары да кездесіп қалады. Көп ішінде не болмайды. Олданашым, келесі күзде керемет қазақ қызын келін болып түседі осы үйге. Шашуыңызды дайындай беріңіз. Анасы емірене келіп самайынан ескейді Нұрбектің. Осындай жарасымды, жеңіл әзілмен шаңырақты думандатып отыратын. Дариға-ай, арманына жете алмай үзіліп кетті. Оқыс келген ажал жұтып тынды. Сағынышқа айналған аяулы күндер-ай, сағымдай бұлдырап, алыстап барады. Қос мұңлық жер тапырақтап қала берді. Ай жаңасы, маужыраған дала, жауыннан кейін еркін тыныстап бусанып жатыр. Алыстан түнерген арқалы таулы түксие қарайды бұларға. Қос мұңлық сүзек болған жандардай сүлдері құрып ілбей басады. Сол жақтарынан ат тұсамысының сылдыры жетті. Көп өтпей күрең атты да сұлбасы көз шалды. Қос құлағын қайшылап оқшия қарап қалған. Түн ортасында дала кезген бұл не жүріс дегендей одырая қарайды. Бір қыбырлап, бір тоқтап, сүлдерін сүйретіп үйге де жетті-ау титықтап. Шала қараңғы үйді күңіренген қос мұңлық, сүйек кемірген улы қайғы есеңгіретіп тастаған. Санада ауыр қайғыдан уланған екеуі де кейде не сөйлеп отырғандарын аңдамайтын күйде. Сандырақтап, шалықтап сөйлеп отырғандары кейде үрейлі құбыжық көргендей шүйірге көздерімен бір-біріне осқырына ақшиып келіп қарайды. Жас баладай кемсеңдеген Зекен иегінен сорғалаған тарам-тарам жас. Дүниеде ұрпақсыз өтуден ауыр қайғы бар ма екен? Ұрпақ та қалмадау артымда. Өз балаңа топырақ салудан ауыр қасірет бар ма? Опасыз мына жалғанда жалғыз ұлды жоғалту неткен қасірет. Бір кездері жамалына көз сүрінетін Күләннің жүзінде қазір сұлулықтың ізі де қалмаған. Ай пара жүзден нұр тайған, жағы суалған, көзі шүңірейген, белі бүкшиіп, қолы дірілдеге көшкен. Сүмбіл шашы уыс-уыс болып түсе бастады. Бір кездегі мойыл көз бозарып кеткен. Сол мойыл көзге қарап отырып, қой жылындағы жастық дәуренде Зекеннің өлең оқитын.
Қара көз қарай берді, дүркін-дүркін көзімді, қарықтырды сенің көркің. Шашыңнан бір-бір талдап сүйіп едім, қайтейін жетпейді ғой ғұмыр шіркін. Дариғай, бәрі де түс сияқты, өзекті өкініш өртейді. Күлән түні бойы сандырақтап шықты, қайта-қайта ұлын шақырды, есінен тана берді. Келесі күні жаншыра дәрігер жетті. Шұғыл түрде ауруханаға жеткізу керек, деді дәрігер көзі алақандай болып. Қан қысымы тамыр тепкілеп тұр. Бір басында 1000 ауру бар сияқты, әбден асқынып кеткен. Дәрі жұтқызды, ине салды. Ауруханаға апармаса өте қиын болатынын ескертті. Бармаймын ауруханаға, деді Күлән кесіп айтты. Өлсем, жаным Нұрбегімнен артық емес. Теріс қарап кемсеңдей жөнелді. Бір кезде сымпатты жан аз күнде шүйкедей кемпірге айналды. Улы қайғы бар сымбатын жұтып қойған. Ауруханаға жатқыз, жан жақта емдейміз, деді дәрігер сенімді үнмен. Әлі-ақ жазылып кетесіз. Өлі тыныштық, сырқат жан ойланып жатыр. Қазір баруға келісім берер, деп үміттене қарады дәрігер. Әлдене уақытта ыңырси қиналған дауыс шықты. Дәрігер елең етіп құлақ тосты. Не дейсің? Деді әлсіз, дәрменсіз үнмен Күлән. Бірдеңе дедің бе? Жазылып кетесіз деймін. Несіне жазылам? Жазылып керегіне енді маған. Күлән көзін жұма берді. Көзін жұмып жатып ол зеңгір көктен жарық етіп жанған бір жұлдызды көрді. Нұрбектің жұлдызы екен ол. Әлде жұлдыздарға айналып кеткен Нұрбектің нұрлы келбеті ме екен? Құса құшқан қос мұңлықтың бірі әлгі жұлдыздың сәулесіне қолын соза берді. Адам жердің қонағы.